Бұл оқиға мен 5 жасымда ата-әжемде ауылда жүрген кезде болған болатын. Мен жыл сайын жазда ата-әжеме барып тұратым. 3 ай жаз тіпті далмастан сол жақта жүре беретім. Өйткені маған ауыл ұнайтын, ол жақта достарым бар, ата-әжеммен бірге жайлауда тіпті күнім қызық өтетін. Бірақ та сол бір күн мен үшін тым қатты әсер етті. Жалпы айта кетсек, ол оқиға былай болған болатын. Біздер жайлауда тұратынбыз. Киіз үй, кәдімгідей дала, жазықтық, не көршілеріміз жоқ. Жазда ауылдан тыс шығып жайлауда тұратынбыз. Сол бір түндердің бірінде бір оқиға орын алды. Және де оны тек мен көрдім, мен ғана естідім. Солай жадымда мәңгі сақталып қалды. Енді бүгін оны сіздерге айтпақпын. Ол кез түн болатын. Ата-әжем ұйықтап қалды. Мен ұйықтай алмай жатырмын. Бірде мені сеземін бе, қатты ыстықтан ұйықтау мүмкін емес болды. Ойлана келе, мен түні бойы ұйықтамауды шештім. Қызық болды ма, білмеймін. Небәрі 5 жаста едім. Киіз үй төбесі ашық тұрды. Жұлдызды аспанға қарап тамсанып жаттым. Бір кезде аттардың кісінеген дауысы шықты. Мен оған аса мән бермедім, бірақ жылқының дауысы жаныңды қоярға жер таппады. Одан сайын қатты шыға берді. Қатты шыққан сонша мен оларға бірдеме болғанын бірден түсіндім. Оны атам айтпақ болып едім, бірақ тыныш жата бердім. Әлдененің сыбырлаған дауыстары, бірде рет аяқтың дыбыстары, киіз үйдің айналасын қоршап, доңғала жүргендей мені одан сайын қорқыта бастады. Мен өзімді қоярға жер таппадым. Көзімді тас жұмып алып, қозғалмай, тыртпай етіп жаттым. Маған ол нәрсе қызық болды, бірақ өзім қорқып та жаттым. Солай ол жүрістер, ол дыбыстар жалғаса берді. Менде бірақ ой болды. Ол әрине жын болатын. Ата-әжемнің айтқан әңгімелерінен ондай оқиғаларды көп еститінмін. Бірақ та ертегі шығар деп сенбейтін едім. Бірақ өзімнің құлағыммен естігеннен кейін қатты ойланып қалдым. Таңға шейін тағы да жалғаса берді. Мен мүлдем ұйықтай алмай қалдым. Бір кезде киіз үйдің үстіне өрмелеген дыбыстар шыға бастады. Мен қатты шошындым. Ал шаңырақ төбесі ашық тұрды. Мен одан сайын қатты қорқып жаттым. Бір кезде киіз үйдің шаңырағынан өткір бір қап-қара қолдарды көрдім. Мен қатты қорыққаным сонша көзімді тас жауып, бірден көрпенің астына тығылдым. Бірақ та маған ол нәрсе қызық болды. Көрпеден басымды жайлап шығарып, көзімді ақырын ғана ашқанымда, ол мақұлық мен бетіме қарап тұрды. Менің қатты қорыққаным соншалықты шыңғырып жібердім, бірақ ата-әжем оянбады. Мен қатты айқайлап шыңғырып жаттым, бірақ ата-әжеме әсер етпеді. Ол маған өз тілінде әлде бір нәрселерді айтып, менің үстіме отырып, ойыншық қылып, білгенін жасады. Мен ештеңе істей алмадым, тіпті ата-әжем мені естімеді. Менің тіпті қорыққаным соншалықты көзімнен жастар аға бастады. Бір кезде ата-әжем оянған бастағанын түсіндім. Алайда бұл қуанышым ұзаққа бармады. Өйткені ата-әжемнің өзі сол бір мақұлық болып шықты.